Сәлем достар, бұл видеода мен резюме туралы сөз қозғағым келеді. Көп адамда сұрақ туындайды, бағанағыдай резюмені қалай жасаған дұрыс, резюме неден құралу керек деген сияқты. Сол сұрақтарға мен жауап бергім келеді бұл видеода. Мен былай ойлап қарасам, уже 12 жылдай жұмыс жасап келе жатыр екенмін да, карьерам 12 жыл екен. Және осы 12 жылда мен көптеген резюмелерді ауыстырдым, өзімнің резюмемді дамыттым жылдан жылға. Сондықтан бір тәжірибем бар ғой деп осы видеоны жазам деп жөн көрдім. Басқа да адамдарға бір пайдасы тиіп қалар деген сондай ниетпен. Сонымен резюмеде жалпы не нәрселер болу керек? Біріншіден байланыс мәліметтері болу керек. Сізбен адам қалай байланысады? Ең алдымен сіз электрондық почтаңызды енгізуіңіз керек. Бұл өте маңызды. Электрондық почта қойғанда өте маңызды нәрсе, сіз ол почтаңызды дұрыстап қадағалауыңыз керек. Жаңа имейл келсе, сіз оны оқи алуыңыз керек, көре алуыңыз керек. Себебі имейлдар спамға толы болады. Әртүрлі жерден реклама, маркетинговый имейлдар келіп тұрады да, солардың арасында сіз рекрутердің потенциальный имейліңізді көрмей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл өте маңызды. Сіз имейліңізді дұрыстап реттеңіз, әртүрлі спам рассылкалардан арылыңыз, және міндетті түрде сіз почтаңызға уведомление қосып қойыңыз. Телефоныңызға міндетті түрде имейл келгенде сіз оны телефоныңыздан бірден көретіндей етіп настройка жасап қойыңыз. Себебі сізге бір рекрутер жазып қалуы мүмкін. Мысалы, сізге рекрутер жазып, сіз ол имейлді көрмей қалып кеш жауап берсеңіз, ол сізге бір минус болады. Және рекрутердің хатын жалпы кеш көргеніңіз үшін сіз жұмыстан құр қалуыңыз мүмкін. Себебі басқа кандидатты алып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл мәселе өте маңызды. Екіншіден, әрине сіздің телефон нөміріңіз болу керек резюмеде, дұрыстап жазылған. +7 707 сондай форматта жазылған. 8700 бар деп жазбаңыз, себебі сізге бәлкім басқа елден біреу хабарласар. Сіздің 8 деген номерге ұқсамай қалуы мүмкін мысалы адамдар. Сондықтан +7 деп дұрыстап жазыңыз номерді. Және үшіншіден, сіз өзіңіздің қалаңызды жазуыңыз керек. Жалпы қай қалада сіз қазір жұмыс істеп жатсыз деген сияқты. Үйдің мекен-жайын жазып керек жоқ, кейбіреулер осыны жазады. Рекрутерге сіздің тұратын үйіңіздің адресі керек емес. Екіншіден, әрине сіз резюмеңізге өзіңіздің тәжірибеңізді жазуыңыз керек. Сіз қандай жұмыспен айналыстыңыз, соның барлығын дұрыстап жазу керек. Үшіншіден, әрине біліміңіз туралы жазуыңыз керек. Қандай университетте оқыдыңыз, сіздің балыңыз қанша болды, үлгеріміңіз қанша болды, соны көрсету керек. Енді мектепке келетін болсақ, егер сіз тәжірибелі маман болсаңыз, онда мектепті жазып керек емес, өйткені ол бұрында болып кеткен нәрсе, сондықтан университет жеткілікті. Ал егер де сіз университетті енді бітіріп жатқан болсаңыз, онда мектептегі үлгерімді жазып кетуге болады. Төртінші, резюмеде жазу керек нәрсе ол сіздің жетістіктеріңіз. Университеттегі бір белгілі бір жарыстарға қатысып алған бір нәтижелеріңіз болса, соны жазып кетіңіз. Немесе университет кезінде бір практика қатысқан болсаңыз, сол жұмыстардағы, практикалардағы жетістіктеріңізді, нәтижелеріңізді жазып кетіңіз. Бірақ әрине рекрутерге қызық емес, жұмысқа қатысы жоқ әртүрлі грамоталарды, әртүрлі жетістіктерді жазып керек емес, ол бостан-босқа резюмеде орын алып тұрады. Келесі резюмеде болу керек нәрсе әрине сертификаттар. Сіз жұмысыңызға қатысты, өзіңіздің мамандығыңызға қатысты әртүрлі сертификаттарды өтуге тырысыңыз. Бұл сізге бір плюс болады. Себебі рекрутерлар кейде адам іздегенде белгілі бір сертификаттары бар адамдарды іздейді. Сол фильтрлардан өтіп кетуге сізге сертификаттар көмектеседі. Сондықтан сертификаттар туралы міндетті түрде резюмеңізде жазып кетіңіз. Резюмеге қосуға болатын кейбір нәрселердің бірі ол рекомендация. Бұл жерде мәселе мынандай, егер рекомендация берген адам бір мықты маман болса, мысалы барлығы танитын немесе бір беделді, абыройлы бір кісі болса, онда оны қоюға болады. Егер мысалы сенің просто коллегаң саған рекомендация берген болса, бір уровендегі, онда әрине бұл мұндай рекомендация пайдасы шамалы болады. Сондықтан рекомендацияға байланысты менің ойым осындай. Енді резюме қай тілде болу керек? Бұл сіздің жұмысыңызға байланысты. Жалпы жұмыс бабымен сіз ағылшынша сөйлесуіңіз керек болса, жұмысыңыз ағылшынша болса, онда әрине резюмеңізді ағылшын тілінде жасаған дұрыс. Орысша керек емес. Ал егер де сіз жұмысыңызда ағылшын тілін қолданбайтын болсаңыз, немесе ағылшыншаны мүлдем білмейтін болсаңыз, онда әрине орысша жазасыз. Енді резюмеге қою керек емес мәліметтерді қарастырып өтейік. Бірінші, меніңше қарастыратын жұмысты, қарастыратын должностар жазып керек емес. Мысалы, мынандай должностарды мен қарастырамын, сондай жұмыстарға мен барғым келеді деп жазып керек емес деп ойлаймын. Оның бір белгілі бір себептері бар, оны бұл видеода айтпай қояйын, себебі ұзын ол мәселе. Сонымен екінші нәрсе қосып керек емес, ол әрине сіздің зарплатыңыз. Ол резюмеде зарплата туралы жазып керек емес деп ойлаймын. Зарплата ол индивидуальный мәселе, ол компаниямен сөйлесіп, саудаласып жасалынатын мәселе. Және де резюмеге қосып керек емес нәрсе, меніңше, андай о себе деген пункт болады ғой. Мен пунктуальнымын, мен деген керімін,
мен деген жұмысымды күшті істеймін, ответственныймын деген нәрселерді меніңше жазып керек емес, өйткені ешкім оған бәрібір сенбейді. Сондықтан менің ойымша, егер сондай бір нәрсе жазғыңыз келсе, онда оның орнына былай жазып кетіңіз. Мысалы, конкретно сіз жұмысыңызда қандай нәтижелерге жеттіңіз, соны жазыңыз. Соған қарап рекрутер и так түсінеді, сен қандай нәтижеге жеттің, жалпы адам ретінде қандайсың, примерно соған қарап түсіне алады. Мысалы, сен мынандай проекттерге қатыстым, осындай жұмысты уақытында жеткіздім, онда рекрутер примерно түсінеді, значит, дедлайндарды орындайды, бағанағыдай ответственный адам екен деп ойлап қалады. То есть сіз лучше өзіңіздің жасаған істеріңізді көрсетіңіз, сол нәтижелер сіздің қандай адам екеніңізді көрсетеді. Резюмеде болу керек және болмау керек нәрселер осы, кеңестерім осы. Келесі видеода бұйырса кездескенше сау болыңыз.